Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жұптық киімдердің размерін қалай таңдау керек екендігін көрсетемін. Алдын ала дайындап қойдым, ақтарып сақтап қойдым, соны сіздерге көрсетейін. Бірінші мына киімді көрсеткім келіп тұр. Мұнда төрт енді ерлі зайыпты және балалары бір отбасының киімдері тұр. Осыны тапсырыс бергілеріңіз келсе, енді қараңыздар. Мен бұның суретін қарадым, суреті күшті екен. Качествосы жақсы екен. Қараңыздар. Заказ берсеңіздер болады. Суреттердің барлығын ерінбей қарап шығыңыздар, отзыв қараңыздар, жалпы жаман емес, маған ұнады. Енді бағаны сатып алуды басамыз. Енді қараңыздар. Бұл жерде балалардың размері және бірден ересектерге арналған размер көрсетіп тұр. Мінекей, астынан қараңыздар. Осыны скриндап алайық. Сіздерге түсінікті болу үшін переводчикке салып мен көрсетейін. Мінекей, қараңыздар. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Размер ребенка деп тұр, яғни біріншісі 90 размер детский размер бала, одан кейін уже әрі қарай шамалы үлкен 90 деген 80-90 көбіне 1-1,5 жасар бала өзім қателеспесем. Әрі қарай сосын уже размерге қарай, одан кейін ересектердің размері шығып тұр. Мінекей. Енді мына жерден размер өлшейтіні бар ма екен, көрейік. Мінекей достар, балалардың размерін қалай таңдау керек, ересектердің размерін қалай таңдау керек, размердің сетка бар. Мен алдында размер таңдау деген кезде бұл туралы айтқанмын. Ерінбейміз, скриндап аламыз, переводчикке салып қараймыз. Енді қарап болдық, размер таңдадық, енді таңдаймыз, ары қарай кеттік. Осы сатып алуды басамыз. Мынау тұрған стрелка тұрған бар ғой, соны басамыз. Енді бірінші, мысалы, маған қызыл және ақ түсінен. Қызылды ересек, мысалы, қызылды таңдадым. Ересектерге арналған размер таңдаймын да, сатып алу деген қызыл кнопканы басам. Қызыл кнопканы басқаннан кейін маған қайтадан тура осылай шығады. Осы бет шығады. Бұл кезде мен уже екінші размер таңдаймын. Ақты таңдаймын да, уже балаларға арналған, мысалы 130 болса 130-ды таңдап, сатып алуды басам. Егерде ересектерге де, балаларға да, мысалы, ақ түсіне таңдағыңыз келсе, ақты басып, балаларға таңдадыңыз, қызыл сатып алуды басасыз, екінші рет осылай шыққаннан кейін қайтадан осы ақты басып, астындағы қызыл кнопканы басасыздар. Енді қараңыздар, мынақта ағынан да, қызылынан да екеуден көрсетіп тұр. Байқадыңыздар ғой, осыны скриндап аламыз, сосын қараймыз. Неге бұл екеуден көрсетіп тұр? Демек, бұның қандай да бір айырмашылығы бар бір-бірінен. Қазір қарап көреміз. Мінекей. Осенний белый плюс бархат. Бархаттан жасалған және мінекей уже көріп тұрсыздар, весенний, осенний модели дейді. Мінекей осы разница осыда, осыған қарап өзіңізге қалаған ұнатқаныңызды таңдай бересіз. Енді менде қазір пікірге тағы да бірнеше размер таңдау деген видеоның ссылкасын қалдырып кетем. Түсінбесеңіздер, сол видеоны бір қарап шығыңыздар. Сонда бір үлгіден бірнеше размер қалай таңдау керектігін көрсеттім. Дәл сол сияқты, осында да тура сол сияқты. Бірінші таңдағанда ересектерге арналған, екінші таңдағанда балаларға арналған таңдайсыз. Солай 3-4 таңдайтын болсаңыз, солай таңдай бересіз, Түсінікті шығар, тағы да сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Енді бұны айтып кеттім. Тағы да бір мысал ретінде мынаны қарайық. Мама и доча. Үлкен қызға және анасына арналған. Рейтингі төмен екен, магазиндегі бір шынайы отзывтарды қарасаңыз болады. Мінекей.
заказ берем десеңіздер, енді өздеріңіз қарайсыздар. Бұнда да размерный сетканы қараймыз. Төмен жағында мінекей. Балаларға арналған, ересектерге арналған размерный сетка бар. Бойдың ұзындығы, салмағы, жасы, шамамен барлығы осында тұр. Тағы да айтам, ерінбеймін, скриндап алып, переводчикке салып қараймыз. Енді сатып алуды басамыз. Сатып алуды басқаннан кейін, мінекей қараңыздар, мұнда басқаша шықты. Қателеспесем, бұл үстіне киетін кофтасы, шалбар плюс кофтасы деп. Скриндап аламыз. Переводчикке қоямыз. 3 сурет көрсетіп тұр, демек, жаңағыдай мен айтқандай кофта, шалбар плюс кофта болу керек. Я, дұрыс екен. Рубашка, джинсы, топ плюс брюки дейді. Мінекей. Біріншісінде балалардың размері, екіншісі ересектерге арналған размер. Дәл жаңағыдай кнопканы басамыз, стрелка тұрғанда. Мысалы, шалбарды алғыңыз келсе, осыны таңдап, ересектерге арналған таңдаймыз. Балаларға арналған тағы да басып, қызыл кнопканы. Ары қарай ересектерге арналған размер таңдап заказды береміз. Дәл солай кофтасымен немесе парный заказ беретін болсаңыздар да солай таңдайсыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Маған инстаграмға қарағанда ютубқа жазыңыздар, себебі мен инстаграмнан бірсе көрсем, кейде көрмей қаламын. Ал ютубтағы мен әрдайым қарап отырам. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса, мархабат. Видео ұнаса, маған қолдау көрсетіп, лайк, комментарий жазып өтіңіздер.